Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 121-ші сабағымен танысатын боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз разрядтан 2 рет атап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бекіту. Ұлы жазушылар. Бірінші тапсырма: есептеуді орында. Сонда сен біздің елімізде ақынға орнатылған ескерткіштердің жалпы санын білетін боласың. Ең бірінші 125-ке көбейтеміз 6-ны, тең болады 750. Сосын 648-ден бөлеміз 8-ді, тең болады 81. Сосын 980-нен азайтамыз 750-ні, тең болады 230. 230-ға қосамыз 81-ді, тең болады 311. Екінші тапсырма: амалдарын орындау тәртібін анықта, өрнектерді баған түрінде жаз және есепте. Екінші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Үшінші тапсырма: теңдеулер шеш. Бірінші теңдеу: 398 қосылған x-тен 69 көбейтілген 8. Бұл бізде күрделі теңдеу, сондықтан бірінші 69-ға көбейтеміз 8-ді, тең болады 552. Жазамыз. 398 қосылған x-тен 552. Енді x-ті табамыз. Оны табу үшін 552-ден азайтамыз 398-ді, x-тен 154. Тексереміз. 398 қосылған 154-тен 552. 552 тең 552. Екінші теңдеу: 7 көбейтілген x-тен 245 бөлінген 5. Бірінші амалын орындап аламыз. 245 бөлінген 5 тең 49. Жазамыз. 7 көбейтілген x тең 49. X-ті табамыз. Оны табу үшін 49-ға бөлеміз 7-ні, x-тен 7. Тексереміз. 7 көбейту 7 тең 49. 49 тең 49. Төртінші тапсырма: есептерді шығар. Асы: Пушкиннің музейіне бару үшін әрқайсында 25 студенттерден 4 топ және әрқайсында 25 оқушыдан 3 топ жолға шықты. Барлығы қанша адам жолға шықты? Шешу: 4 көбейту 25 тең 100, 3 көбейту 25 тең 75, 100 қосу 75 тең 175. Әсі: саяхат кезінде 500 фотосурет түсірілді. Олар 36 суреттен 3 фотоальбомға орналастырды. Альбомға орналастырылмаған неше фотосурет қалды? 36 шешу: 36 көбейту 3-тен 108, 500 азайту 108 тен 392. Бесінші тапсырма: амалдарын орындалу ретін анықтап, оларды есепте. Бесінші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Алтыншы тапсырма: сурет бойынша шешу төмендегі өрнектерге сәйкес келетін есептер құрастыр. Мен асын таңдадым. Шартым: бірінші реттегі 198 теңге, екінші реттегі 135 теңге. Барлығы неше теңге? Шешу: 198 қосылған 135 тен 333. Жауабы екі реттегі барлығы 333 теңге тұрады. Жетінші тапсырма: есеп бойынша өрнектер жаз және олардың мәнін тап. Асын шешуі: 46 бөлінген 2 тен 23, 3 көбейту 23 тен 69. Әсіні шешуі: 2 көбейтілген 245 тен 490, 490 қосу 166 тен 656. Бысыны шешу: 32 бөлу 8 тен 4, 32 азайту 4 тен 28. Сегізінші тапсырма: көк бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлшеп, олардың периметрлерін тап. Бірінші фигураның периметрін табу үшін осы формуланы қолданамыз. А қосу Б қосу С қосылған Д, яғни 4-ке қосамыз 2-ні, қосамыз 2-ні, қосамыз 2-ні, тең болады 10 см. Ал екінші фигураның периметрін табу үшін осы формуланы қолданамыз. А қосу Б қосу С қосылған Д қосылған Е қосылған Ф. Яғни 2-ге қосамыз 2-ні, қосамыз 2-ні, қосамыз 2-ні, қосамыз 2-ні, қосамыз 2-ні, тең болады 12 см. Тоғызыншы тапсырма: 3 дос үстел үстінде жатқан фломастерлерді қалай бөлісетіндіктерін ақылдасты. Арман: егер әрқайсымыз 6 фломастерден алатын болсақ, онда 2 артық қалады. Ал 7 фломастерден алатын болсақ, онда біреуі жетпей қалады, деді. Үстел үстінде қанша фломастер болған? Жауабы: үстел үстінде 20 фломастер болған. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.